Құрметті достар, мен сіздерге бүгін чашақ туралы әңгіме өрбітейін деп отырмын. Осы чашақтың жасалу жолдарын және айта кетейін, көрсете кетейін деп отырмын. Жалпы біз өмірде бұл чашақты өте көп қолданамыз. Неге десеңіз, бұл чашақ деген қазақ халқы жалпы бойтұмар ретінде қолданады. Неге десе, бұл чашақ деген жалпы өзі өсудің, өнудің, көбеюдің символы. Міне түбі домалақтап түйіліп келеді, бұл көбейеді, бұлай өседі, шашырайды. Чашу деген сөздің өзі осы чашақ. Чашу деген негізгі мағыналары бір жалпы құрттас сөздер. Енді айтайын десем, чашақта жалпы қазақта төкпе чашақ және түйме чашақ деген екі түрлі болады. Бұл төкпе чашақ дегендеріміз орамалдардың четіне, қандай шымылдықтардың четіне, жаңа қасабалардың айланасына салатын болса, енді түйме чашақты бұлай шапанның, жадағайдың екі жақ жанына бұлай қолданамыз. Міне мынандай бұлай, енді мынандай өте көп емес, бұлай аз тұрғыда. Міне мынандай жадағайдың екі жақ жанына қолданады жалпы чашақты. Неге десе, бұл жас адамдардың киімінде өте көп кездеседі. Ол жас адамның, жалпы әйел адамның киімінде. Ол неге өсудің, өнудің, көбеюдің белгісі. Енді осы жерде мен мына қолымда ұстап тұрған чашақ болғанда, бұл үшіне міне маржан орап, маржан өткізіп, одан кейін түптеріне маржанмен әрлеп, айландырып, сәндеп кеткен. Бұл бір жағы сәндіктің, бір жағы сол жаңағы өсу өнудің, көбеюдің белгісі дедік. Енді бір чашақтың түрі бар. Бізде жалпы міне мынандай бақ түйін деп айтады. Чашақтың әрбір чашақты бүйтіп түйіп аламыз да, түбіне бақ түйін деген, ол мына басымызға қонған бағымыз осы чашақтың түбінде түйілі тұрсын. Содан ары қарай өсейік, осы бағымыз жан жаққа тарап көбейсін, өссін, өнсін дегеннің мағынасын береді. Ал енді оны мынандай кішкентай түрлерінде біз жасап қаншама киімдерге, бұны тақиялардың төбесіне, жаңғы сәукеледердің етегіне, екі жақ жанындағы салпыншақтарына, барлығына өтті көп қолданамыз бұны. Бұл да сол жаңағы өсудің, өнудің, көбеюдің белгісі. Ал енді бұл чашақтың енді бір түрі бар. Міне төкпе чашақ, жаңа айттым мен, орамалдардың четіне, сәукеленің жалпы желегінің четіне, кимешектің шылаушының етегіне, жаңғы қасабаның шекесіне айналдырамыз. Сол чашақты міне біз үй жағдайында бұлай төгіп дайындап аламыз. Ал бұл чашақты не керек дегенде, бірінші бұған бой жіп керек. Мен міне жерде бой жібін екі түрлі жіп таңдап отырмын. Біреуін міне май қызыл күрең, енді біреуін қызыл сары. Бұл неге десе, бұл жіптер екеуі бұлай таңдай болып келеді. Міне егер екеуін айналдырып келгенде, екеуі таңдай ала құрттанып түседі. Бұл өте әдемі, әшекей, сән береді. Ал одан кейінгі міне төгіп жатқан жібімнің иіріп аламыз. Иіріп алғаннан кейін, иіргеннен кейін мына ұқсап маржан өткізіп аламыз. Көп қып, бұл жібіміз кішкене чиырық, мына чашаққа дайындалып тұру керек. Міне биткенде міне чиырып тұру керек жіп. Өзінен өзі чиырып тұру керек те, оның үшіне біз маржан сап, сонымен чашақ төгеміз. Ал енді міне чашақты төккенде бір-бір чашақтың үшіне бір маржаннан кететін болса, мен мені алдын ала өткізіп қойдым, содан бір-бірден бұлай тартып ап отырамыз. Енді бұл да бір оңай біте қоятын жұмыс емес. Екі кісінің көмегімен осы жасаймыз. Чашақтың екі жіпті бұлай салып алғаннан кейін, мен түбіне мынандай белбеуге орап, беліме тартып ап отырам. Міне беліме бұлай байлап алам. Беліме қатты байлап алғаннан кейін ары қарай тартып айландырып отырам. Беліме байлап алдым. Енді келесі адам, ана жақтаны. Келесі адам маған анықсап көмек ретінде екі жақ қолына, бес саусағына бұлай іліп алады да, өткізіп беріп отырады. Оған мен міне жерде икем жасап беріп отырам. Өткізу үшін міне мынандай бір жағын басып, икем жасап берем. Сол кезде ол тезірек өтеді. Енді одан кейін міне нығыздап бұлай қағамыз. Қақтым нығыздап. Қаққаннан кейін жаңағы бір маржанды өткізіп ап, қайтадан сол теңдігін тауып, міне мына ұқсап чиратылып келеді. Көрдіңіз бе? Міне мынандай чиратылып келіп жатыр чашақтың түбі. Міне осылай үйден кейін, үй жағдайында біздің чашақтарымыз дайын болады. Осы чашақты біз өмірде көп қолданамыз. Мұны да біліп алған артық болмайды деп ойлаймын.